жүрек қан тамыр жүйесінің пропедевтикасы. Жүрек қан тамыр жүйесінің пропедевтикасын жасаған кезде ең бірінші ескере кететін жағдай өзіміздің жеке тазалығымыз болу керек. Қолымызды антисептикпен өңдеп аламыз пациентті қарамас бұрын, және де бөлменің іші тыныш және жылы жарық болуы керек. Жүректі қараған кезде бірінші кеуде клеткасына мән беруіміз керек, өйткені ол кеуде қуысында орналасқан ағза болып табылады. Кеуде қуысына қараған кезде асимметриялығына қараймыз кеуде клеткасының, және де ол жерде ісінулері бар ма жоқ па, соларына мән беріп шығамыз. Жүректі қараған кезде пальпация әдісімен жасаймыз. Пальпация әдісі, яғни жүрек ішінің түрткісін таныстап аламыз. Жүрек ішінің түрткісін бұғана сүйегі, жоғарғы қол сүйектеріне жататын сүйек болып табылады. Бұғананың орта сызығы тауып алып, бұғана сүйегінің сонымен 5-ші қабырға аралыққа дейін келеміз. Ол ер адамдарда сүт безінің емшісіне тура келеді, әйел адамдарда содан кішкене төмен орналасады. Жүрек ішінің түрткісі сол жерде басқан кезде біз жүректің митралды қақпақшасының соғысын естиміз, яғни сол жақ қарыншасының орналасқан аймағына. Сол жерге қолымызды бұғананың орта сызығы, қолымызды төстің қырына бас бармағымызды қоямыз. Төсіміз бас бармағына қолымызды қойып, былайынан ішке қарай жылжытып, ішке 1-2 см қолымызды бұрамыз, және 1-2 ол қалыпты жағдайда 1,5-2 см болу керек, яғни бұғананың ортаңғы сызығынан 1-2 см ішке қарай орналасу керек. Егер де ол бұғананың орта сызығынан 1-2 см сыртқа қарай орналасатын болса, онда ол сол жақ қарыншаның гипертрофиясы, яғни патология кезінде сыртқа қарай орналасады. Және де пальпацияны жасап болдық. Өзгеру ол тек гипертрофия кезінде ғана өзгереді, және ол оң жаққа қарай да ығысып кетуі мүмкін. Яғни оң жақ қарыншаның гипертрофиясы кезінде де жүрек ішінің түрткісі өзгереді. Және пальпация жасаған кезде қан тамырлардың, яғни ана жерде қан тамырларды аортаның клапанның несінде сезуге болады. Қолымызбен былай ұстап шыққан кезде, және де жүрек ішінің түрткісін істеген кезде біз мысық пырылын да қолымызбен сеземіз.